إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті мұсылман жамағат, Алла Тағала мешітке келген, дәріске келген қадамдар сауаптан жазсын. Фима раваху ал-асатин фи адами маджия иля салатин. Джалалуддин ас-Суйути рахимахуллах жазған кітабы атақты Шафии мазхабының үлкен сүннит ғұламасы, сол жердегі уағыз насихат бүгін содан сабақ өтеді, сол кітаптан. Имам Абу Дауд және Тирмизи және Насаи келтіреді, риуаят етеді Ибн Аббастан радаллаху анху. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір сөзінде айтады: "Ман саканал бадията джафа", кімде-кім далада өмір сүрсе, айдалада тұрса, ол адам қатаяды. Хадистің шарқында ол адам қатал надандыққа ұшырайды, надан болып кететін адам. Себебі шарқында бұлай түсіндіреді ғалымдар, себебі айдалада тұрған адамдармен көп қатынаспайды, көп қатынаспаған үшін адамдармен сол себептен білімі да, мағлұматтар аз болады. Білім иелерден аз кездеседі білім иелерімен. Сол себептен де надандық, сауатсыздыққа ұшырайды. Бірақ кей кезде сондай айдалада жүрген адамды, ол далада тұрған адам, қалада тұрмағанда, олардың арасында да артық адамдар болуы мүмкін. Шарт емес, бәрі сол қалада тұрмаған, далада тұрған адам сондай надан болу шарт емес. Бірақ негізгі қағида осылай, адам көп адамдармен араласпаған, қазақтарда айтады көп көрген деп. Сол көп көрмеген адам, білмейтін көп адам, білім адамдардан алыс болған адам. Бұлайды өздеріңіз қарасаңыздар, немен үлкен білімді біздің адамдар аралайды ол нелер Қазақстанда. Сонда көбінесе қалаларда аралайды. Кішкентай ауылдарға бармайды ол. Бәрі жасырын емес, бәрі білесіздер өздер. Уаманиттаба асайды ғафан. Және кім-де-кім аңшылыққа берілсе, аңшылықпен айналса, ол адам бейқамдыққа ұшырайды, бейқам болып кетеді. Хадистің шарқында ол адам егер аңшылыққа сол құмар болып, сонымен жүрегінде соған беріліп, сол аңшылықты, сол адам бейқам болады. Себебі сондай адам, сол аңшылықпен айналысқан адамдар бұлай көреміз енді, бұлай мысал соған беріліп бірнеше күн соған өткізеді, кетеді бір жаққа айдалған, сол аңды аулаймыз деп. Сондықтан аңшылық жасау мұбах, бірақ егерде ол құмарлық болса сол адамда аңшылыққа, онда ол адам сондай қателікке ұшырайды. Уаман ата абуаба салатин ифтатан. Ал кімде-кім сұлтандарын, сұлтан сияқты адамдарға көп барып жүрсе, солардың есіктерін қағып, солардың сарайларына барып жүрген адам фитнаға ұшырайды, сынаққа ұшырайды. Сол адам өзін өмірде фитна ұшырайды. Мағынасында сол адам көп хадис, сол нелерде, басқа хадистерде мағынасы ашылады, ол адам діннен айырылады екен. Себебі барған кезде жамандықты, мүнкірді көреді, айта алмайды, қорқады, айтуға айтса басынан айырылады. Сол себептен
үндемейді, жағымпаздық жасап жүреді, сонымен күнәға батады. Екінші жамандық, ол адам сол дүниенің зейнетінде көріп, шүкірді жасауды тастап кетеді. Алла тағала берген өз нығметінде қадірлемей, сонда қызығады солардың зейнеттеріне. Кей кезде осындай малын шайтан алдайды деп ғалымдар айтады, сол шайтан алдайды. Мықты ғалымға сен тілін шешенсің, тілін ұзын, шешен сен сөзін өтеді, анау жаңа пәленше сұлтанға, патшаға, бастыққа қасында жүрген сен дұрыс болады, дұрыс жолға оны саласың, бірақ керісінше ол адам ешқандай ойлағандай болмайды, ол өзі сол діннен айырылады, көп неден жамандықты көреді өзінің дініне. Бірақ егер де ол адам шынайы мынандай дінге берілген адам болса, шынайы ақирет ғалымдарға жататын ғалым болса, онда ол адам сауап жинауы мүмкін. Басқа хадисте айтылады: "Мен азамил джихад калимату хаққин айнда султани джайр". Ең үлкен джихад ол шындық сөзді залым патшаның алдына айту білу. Кімде-кім шындықты айтылса, тура сөзді үлкен бастық алдына, ол адам сол үлкен, ең үлкен джихад, Алла жолында ең үлкен күрес жасаған. Осы ең үлкен сауапқа ие болады. Имам Ахмедті де риwayat етеді, Абу Хурайрадан радиаллаху анху қала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен бада джафа, ва мен иттаба сайда ғафал, ва мен ата абуаб султаны ифтатан". Жаңа сөздер қайталанады басқа риwayatта. Кімде-кім сол далада өмір сүрсе, айдалада ол адам қатал, жүрегі қатаяды, надандыққа ұшырайды. Аңшылыққа берілген адам бейқам болады, ғапыл, бейқам болады. Сұлтанның есіктеріне көп барып жүрген адам фитнаға ұшырайды, сынақтарға ұшырайды. وَمَزْدَادَ أَحَدٌ مِنَ السُّلْطَانِ قُرْبًا إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللَّهِ بُعْدًا. Және кімде-кім сондай сұлтаннан жақындаса, бұл өмірде жақын етсе, Алла тағаладан сол сәтте алыстайды. Неғұрлым жақындаса, соғұрлым алыстайды Алла тағаладан. Сұлтанға жақын болса, Алла тағаладан алыс болады. Осы жердегі мағына сол дүние үшін мақсатпен бәрі болатқан нәрсе, сол дүниеге таңдасаң, сол ақиреттен де айырыласың деген. Сол дүнияуи бірдеңке өзіне мақсаттар қояды, соған жетем деп, сол кезде ақиреттен қорғалады адам. Абу Хурайрадан радиаллаху анху қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям: "Инна абғадал халқи иля Аллахи та'ала ал-алиму язурул умман". Алланың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям айтқан екен: ең Алла тағала жек көретін адамдар, Алла үшін ең жек көрінішті адамдар, ғалым адам, жай қарапайым адамдарға, ғалым еместерге зиярат жасайтын, соларға барып жүретін адам. Білім иесі, амал иесіне барып жүрсе, өзі артынан жүгіріп, артынан қалмай жүрсе. Амал иесі емес, білім иесі өзі сол жай ғана білімі жоқ, амал жасайтын адамдардың артынан жүрсе. Ең Алла тағала жек көретін солай пенде екен. Басқа риwayatта: "Инна ахванал халқи аля Аллахи ал-алиму язурул умман". Алла үшін ең қадірсіз пенде, ең қадірсіз жаратылған пенде ол осындай ғалым адам, сондай нелерге, жай адамдарға артынан жүретін, сол амал иелерінің артынан жүретін, соларға өзі баратын. Бұрын ғалымдар шақырса да бармай жүрген екен. Өздері емес, олар шақырса да бармайды екен. Шақыртады, сұлтан сол келмейді. Әртүрлі сондай. Қазір кейбір мысалдар айтылады ол жайында. Басқа хадис келесі, хадис Ибн Маджа риwayat етеді, Абу Хурайрадан радиаллаху анху ани наби саллаллаху алейхи ва саллям: "Инна абғадал қурраи иля Аллахи та'ала алладина язуруна ал-умара". Алла тағала ең жек көретін қарилер, Құранды білетін, оқитын адамдар. Қарилер, мына жерде қари дегенде
ол жерде білім иесі деп мағына. Қари ол міндетті түрде білім иесі болу керек деген. Ең Аллахқа жек көретін қарилер, олар сондай әміршілерге зияратқа барып жүретіндер. Әміршілердің нелерінен сарайдан шықпай жүрген адамдар әрдайым сол жерде, солардың қасынан жүретіндер. Солардың дүниесіне бірдеңке алам деп дәмеленіп, немесе бір өздерінше соларды дұрыс жолға саламыз деп, фатуа айтамыз деп ойлайды. Ал бірақ шындығында ол нәрсе бәрі әшейін сөз. Мысалы, мен осы нәрсе кітаптың жаңа Жәлелуддин Суйути рахималла осы кітапта келтірген нәрселерді өз өмірінде бір тәжірибеде көрдім. Сондай бір дін адамның несін аузынан бір шыққан сөздер естідім. Айтады, пәленше деп осындай бастық сымақтар үлкен адамдар жайында айтады. Олар дейді, тура айтуға болмайды, олар көтере алмайды дейді. Олармен олай сөйлеуге болмайды, тура деп сөйлеуге айтуға. Осындай жаңағы дәлел ретінде осындайлар өмірде тәжірибеде ондай көрдік адамдарды, естідік сөздерді. Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбарымыздың саллаллаху басқа несі келтіреді, риуаят хадис келтіреді. Иза раайтал алима юхалиту султана мухалататан касиратан фа'лам аннаху лис. Егерде Алланың елшісі бізге айтады, егерде бір ғалымды, білімді адамды сұлтанмен көп қатынасқан, көп араласқанды көрсеңдер, соның қасына жүріп көрсеңдер, сондай дін, ғалым, білімді адамды, дін адам, онда біліңдер ол ұры адам екен. Ұры адам сол. Таза емес, ұры адам сол өзін несімен пайдаланып, дінімен өзінше дүниеге сол қол жеткізем деп, соны дінімен жамылып, жаңа хадис шәрифінде айтылғандай, ақыр заман белгілеріңізден білесіздер хадистан. Неге қойдың терісін киіп алады, тілдері балдай, дін арқылы дүниені табады, дүние несіне жетеді, пайдасына қолдарын жеткізеді. Осындай адамдар, жаңа ұры адам. Имам Бухари рахималла Ибн Масудтың сөзін келтіреді, радиаллаху анху. Ибн Масуд радиаллаху анху бір сөзінде айтады: "Ядхулу раджулу аля султан ва мааху динуху фаяхруджу ва ма мааху шей". Бір адам сұлтанға, патшаға, сонда бастық сымақты адамға, мәселе бір өзде әртүрлі бастық сымақты сондай адам кіреді, оған дінімен кіреді. Ішіне кіргенде діні болады, шыққанда еш нәрсесі болмайды, еш нәрсе болмайды. Еш нәрсе болмайды деген діні де жоқ, дүние де жоқ. Өзінше кіреді, бір дүниевой бірдеңке нені жасаймыз, шаруаны соны тындырамыз, бір дүниевой шаруаларды. Бірақ дүниеде де таппайды, және неде таппайды, ешқандай дінді айырылады. Діннен де еш нәрсе бәрінен құр қалады. Бір күні Харун Рашид, атақты халифа, ислам тарихында атақты халифа Харун Рашид рахималла Мәдинаға келеді сапармен. Мәдинаға келген кезде имам Маликтің тұратын қаласы, имам Малик бин Анас рахималла сонымен кездесемін деп Бармаки өзінің көмекшесіне, сол кездегі Бармаки келесі олды да әмірші болады, сол Бармакиге әмір береді: "Ана Маликті маған алып келші, маған барып Маликті шақыртып келсін мына жерге". Сол имам Малик маған өзінің Муатта кітабын оқып берсін, жазған кітабында маған өзі оқып берсін, мен тыңдап отырайын. Бармаки имам Маликке барады, имам Малик оған айтады: "Барып сәлем айтыңыз әміршіге" дейді. Айтыңыз, және бұландай сөздерді айтыңыз әміршіге. "Иннал ильма юзар ва ла язур". Расында білімге келеді адамдар. Білім өзі бармайды біреуге, білімге келеді адамдар. Солай деп айтыңыз. Яғни өзі келсін деген сөз, өзі әмірші өзі келсін, халифа. Бармаки сол қайтып келеді, Харун Рашидке осыны айтады. Сосын Харун Рашидке ақыл береді: "Ама қатал айтыңыз, болмайды, осы сіздің сөзіңізді тасталған. Қатты айтыңыз, әмір беріңіз, жаңағы қорқытып, міндетті түрде келсін" деп.
екінші рет барады, сосын деп сізге енді қатал түрде келсін деп айтып жатыр халифа деген кезде. Имам Малик онда рахималлаху тағы да айтады: «Кул лаху я амирал муминин, ла такун аувала ман вада ал илма фаюдайяка Аллах». Айт, бармакиге айтады, барып әміршіге айт, мұсылмандардың әміршісі, сіз ең бірінші осындай ғылымды, білімді төмен еткен, түсірген болмаңыз деп сонда айтыңыз. Ертең ондай болсаңыз, ең бірінші білімді төмен еткен адам болсаңыз, сонда Алла Тағала сізді де ертең төмен етіп, сізді де жоқ етеді, жағдайыңызды, бәр дәрежесін бәрін түсіреді деген. Егер білімді сіз түсірсеңіз, Алла Тағала сіздің білім дәрежесі, жалпы сіздің жағдайыңызды түсіреді. Жаңа насихат етеді имам Малик. Содан кейін Харун Рашид енді білесіздер, тарихта ол үлкен не болды, тұлға болған, исламда жай адам болмаған. Ол барады, өзі барады, сосын имам Малик өзі барып, сосын ары қарай келеді, өзі жаңа кішіпейілдік жасап, өзі барады. Джафар Садик рахимахуллах осы тақырып жайында мынандай бір сөздер айтады: «Аль-фуқаха умана урусул». Фақих, ғалымдар, олар пайғамбарлардың елшілерін аманат сақтаушылар. Хадисте мұрагерлер деп айтылса, мына жерде сол аманатты орындаушылар, пайғамбарлар елшілердің аманаттарын жеткізушілер, сенімді адамдар, пайғамбарлардың жаңа амин деген сөз, сенім мойнына алған сенімді адамдар, сенімді ақтау керек, елшілердің жұмыстарын атқарып жүрген фақих ғалымдар. «Фаиза раайтум фуқаха қад рахану иля салатини фаттахимун». Егерде сондай фақихтарды, ғалымдарды көрсеңдер, сұлтандарға, патшаларға барып жүретінін көрсеңдер, онда оларға кінә тағыңдар, оларды кінәдіңдер. Онда олар дұрыс жолдан тайған екен, ниеттері бұзылған екен, сол басқа шаруамен айналысып жүр екен, содан кінә тағуға болады. Осыдан жаңағы нәрсе сол айтумен, былай сөзбен айтады, ақиретке шақырамыз деп, бірақ өздері сол іс жүзінде дүнияуи шақырғандай болады. Сөзбен айтады, ақиретті ойландар, ақиретті сауап ойландар, бірақ іс жүзінде сондай адамдар дүниеге қызықтырады. Мен сияқты, сондай патшалар, байлардың қасына жүргесін, ол сол бұл іс жүзінде соны көрсетеді. Ол үшін дүние артық болып жатыр екен, пайдасы.